субботасы. Бүгін таң 9. Нұрмат бауырым қайтыс болып осы жерде. Машинаның заңсызына Талғардың следователі, опергруппасы заңсыз машина орнынан қозғап, бізге ештеңе көрсетпей, машина алып баратқан жерден тоқтатып алдық. Машина ішіне бір өтен бірдеңе ақтыр жіберсе де, мен өз басым сенбеймін Талғарға. Мен Талғардың бастығы да тұр орнынан. Қаржаубайдың інісі. Қаржаубайдың інісі, туған інісі, ең кенжесі ба? Екі ұл ғой. Ондай ақпарат жоқ. Мен өзім әкелгенде, Сіз алып келдіңіз бе? Жоқ, әкелгенде скорда мен түсіріп, имамын шақырып, екеуін бәрі тексеріп алдым. О жіптің нелердің ізі жоқ. Ол білесің, имам жаназада асылған не болса, отказ етуі де мүмкін. Айтын тексеріп алыңыз деді. Имам тексеріп алды, өзі мойнында неде... Жіптің ізі жоқ. Жоқ, істемей. Кейінен операциямен енді тексеріп көреді ғой, жүректі көреді. Соның тегістің ізі бар бұған. Сондай. Қырқыңа болса қалады ғой. Жоқ, ол бұрыннан бұл әзірге нелердің, адамлардың басқаша ой келеді. Халықтың ойын бұзу да. Бұзу, білесіз ғой. Басқа іштен Соның үшін ол жүректен ысқысы адам. Ана інісі менен болды ма дегендей ойлан. Көңілге алып, соны 2 айдан бері көңілге алып, өзінің ішіне түскенде ауру. Аға өзі қайтыс болды деп ойлайсыз ба, әлде біреу қайтыс өлтіріп кетті? Ондай деп айта алмаймын. Өзі жүректен ауырып қайтыс болған деп ойлаймын. Достар, қайғылы хабарды естіген шығарсыздар. Ініміз осыдан 2-3 ай бұрын қайтып кеткен. Шерзаттың ағасы асылған күйінде тауып апты полицейскийлер. Енді қоштасып кеткен, смс жазып, жаңағыдай туған туыстарымен не зат кінәлі болды деп айту қиын. Мен ойымша кішкене ол кісі алкоголь болған шығар деп ойлаймын. Мен түріне қарасам ішетін адам сияқты ғой. Бірақ мәселе ода емес, мәселе угрозада да болуы мүмкін. Жалпы қазір полицияның адамдары ақталайын деп отыр. Мен қанша рет айттым сендерге, бұл жерде бәрі замешан, бірнеше генерал бар деп. Ол жалғыз Талғар емес, жалғыз Алматы емес, барлығы бір-бірімен связаны, достар. Мынау үлкен проблема қоғамның. Бұл біздің жаңағыдай әлсіз тұстарымызды көрсетіп жатыр. Сарбаздар өлімі, осындай әділетсіз өлімдер деген сияқты. Жұмыс істеп жатырмыз, уголовный істі аштық, ана мына қадағалаймыз, үйтеміз, күзетіп жатырмыз дейді. Бана брат, сонда мен просто айтауға сөз жоқ. Мүлдем жұмыс жасай алмайды. Қанша жерден ақталсын, халық оларға уже сенбейді. Бүгін 2024 жылдың 8 желтоқсаны, бүгін Қаржаубай деген жігіттің туған күні екен, 40-қа толып жатыр. Талғардағы Қаржаубай. Туған күнің құтты болсын, 40 жасың. Қаржаубай, 40 жас деген аз емес. Біраз нәрсені көрдің, біраз нәрсе жерде жүрдің, біраз жұмыстарды істедің. Мен саған жау емеспін, Қаржаубай. Біраз сөздер айтылды, мен басында ұстамым, тока намектармен бүйтіп айтып, сотта бәрін өздерің көресіңдер деп сөйтіп айтып жүргем. Сенің қарындастарың, туысқандарың, жерлестерің ба, әріптестерің ба, әйтеуір тыныштық бермегеннен кейін мен 2-3 рет ескерттім. Оларды қойыңдар дедім, тыныштық керек, Қаржаубайға зиян кетірмеңдер деп. Қоймады, әрден келе жаза беріп, сондықтан біраз ақпаратты халыққа уже айтып тастадым. Біраз нәрсе бар әлі айтылмаған, бірақ оны қоя тұрайық, Құда қаласа сотта өзі ашылады. Мен саған айтып жатырмын, біраз нәрсені көргенсің негізі, Қаржаубай, бірақ ашық сот деген не екен, тем более бұндай резонансный тірлік неге апаратыны сен білмейсің. Оны ешкім білмейді. Мына тірлікті де сен мынау типишті бастаған кезде бұндайға барып қалатыны сен де оны да білмедің негізі. Ал енді өзің өкініп атқанда шығарсың, ол үйтіп бастап қойған. Мынау сотта сондайға барақ. Сол үшін мен саған бір кеңес берейін. Пока кеш болмай тұрып, Қаржаубай, халықтың алдына шығып, өзің істеген тірліктерді, қателіктерді, былықтарыңды бар болса, солардың бәрін айтып, өзіңді кәдімгідей халықтың алдына көрсетіп, өзің жігіт екенін дәлелдеп бер. Ертең сотта саған 1000 есе жеңіл болады. Оның алдына осылай бәрін айтып қойсаң. Не айтуды өзің білесің, за собой что там не
не бар өзің енді чувствовать етесің ғой, соны жасырмай халықтың алдына айтып алған жақсы. Ертең мына бала шағаң бар, Қазақстанның қай жеріне барсаң да ертең өмір сұрамай қаласың. Оның алдына жігітше ашық айтып тастаған. Бәріміз ешқайсымыз періште емеспіз, бәріміз қателіктер істейміз. Өзің ашық оны айтсаң, халық кешіріп, ертең бұның бәрін ұмытуы мүмкін. А егер де бұл тірлік сотта ашылса, ол уже басқа әңгіме болады. Халықтың қолдауы күшті, бірақ халықтың ашуы да күшті. Сол есінде болсын. Өтірікті ешкім жақтырмайды. Халық өзін үйтіп ақымақ қылып өтірік айтқызған қаламайды, жақтырмайды. Так что ертең халықтың ашуың астына қалып кетпе. Сол саған тегін кеңес берем. Ол ашық сотта 10-12 адвокат саған қарсы шығады, сенде 3 болса, олар 10-нан астам адвокаттар саған қарсы жұмыс істейді. Так что өте қиын болады. Сондықтан өзіңе жеңілдеу болсын деп халықтың алдына шығып, толық қателіктеріңді, күнәларыңды, дұрыс емес тірліктерін бәрін ашық айтып тастаған дұрыс болады. Қазір ақыл кеңес беріп жатқан қатындарды тыңдамай, бір жақсы сөзді соны тыңдап, сол шығып, ол да үлкен ерлік болады сенің жағынан. Жігіт сөйтіп істеу керек негізі. Соны жақсылап ойлан, өзің де соны ойланып жүргенде шығарсың, Қаржаубай. Соны жақсылап ойланып, соны осы кеңесті негізі қолдансаң дұрыс болатын еді. Салам алейкум. Марқұм Шерзаттың соты Бишімбаевтың соты сияқты ашық онлайн түрде өтетін болды деген сыбыс бар. Білесіздер, біздің елде жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды. Ал осы Шерзаттың қазасына қатысы бар жауыздарды қандай жаза күтіп тұр? Біз мұны елімізге белгілі заңгер Бағдат Амандосұлынан сұрақ көрсек. Осы Шерзаттың өліміне қатысы бар жаңағы 11 азаматты және 2 қызды қандай жаза күтіп? Олардың қазіргі кезде жасаған әрекеттері адам өлтіру қасақаналықпенен, ол қылмыстық кодекстің 99 бабының 2 бөлігіменен қарастырылатын болса, оларға 15 жыл мен 20 жыл аралығында бас бостандығынан айырылады. Не өмір бақи бас бостандығынан айырылу жазасы күтіп тұр. Екіншіден, бұл қылмыс бұзақылық ниетпенен жасалатын болса, қалғандарына 5 жыл мен 7 жыл бас бостандығынан айырылады. Бұл қорқыту бабы бойынша 100 айлық есептік көрсеткішке айыппұл салынады, немесе 30 тәулікке қамалады. Ол жерде 2 қыз бар, куәгер. Сол жайлы не айтасыз? Ол қыздарға қылмысты хабарламау және қылмысты жасыру фактілері бойынша 6 жылға дейін бас бостандығы шектеледі.